Ақмола облысында ауыл аманаты жобасын іске асыру үшін былтыр 1,2 миллиард теңге бөлінді. Бұл бағдарлама ауыл мен шағын қалалардың тұрғындарына жеке кәсіп ашуға мүмкіндік беріп отыр. Яғни кәсіп бастағысы келетіндерге 2,5% шағын несие беру көзделген. Атбасар ауданына жұмыс сапарымен барған вице-премьер Тамара Дүйсенова аталмыш жоба арқылы кәсіп ашқан кәсіпкерлермен кездесті. Шыны керек, ауыл аманаты жобасы аясында өңір тұрғындары өз кәсібін ашып, аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына оң септік тигізуде. Солардың бірі Атбасарлық Аида Мейрамова. Ол мемлекеттен 8,6 миллион теңге жеңілдетілген несие алды. Оған наубайхана ашып, нан пісіретін пеш пен қамыр еритін аппарат сатып алған. Жас кәсіпкер 16 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бүгінде 15-20 түрлі нан пісіріп, оның өнімінен дайындаған тәттілерді халыққа ұсынады. Цель моего проекта была это хлебобулочные изделия. Менің жобамның мақсаты нан тоқаш өнімдерін шығару болды. Біздің ауданда Бородинский қара бидай наны пісірілмейді. Ал мен алғашқылардың бірі болып осыны қолға алғым келді. Тұрғындар көбінесе асқабақ нанды сұрайды. Өйткені олар үшін бұл нанның дәмі қызықты. Алдағы уақытта курасан пісіруді жоспарлап отырмын. Біздің елді мекенде курасан мүлдем жоқ. Қазіргі уақытта арнайы курс сабақтарынан өтіп, бірден жоспарымды жүзеге асырмақпын. Өңірде бизнес идеяларды іске асыру бойынша Атбасар, Бурабай және Целиноград ауданының тұрғындары көш бастап келеді. Жеке кәсіпкерлер өз өнімдерін көрмеге шығарып, вице-премьерге таныстырды. Жоқ, бір жерге жіберіп жатсыз оқушыларыңызды. Оқушыларды жібереміз. Мыналарыңыздың бәрі кәдімгі жақсы не ғой. Өзіңіз тігіп жатсыз ғой, жоқ, все-таки фабричный ма? Өзіміз тігеміз. Мыналардың бәрі қайда? Бұл енді шетелдік табан. Бізде табан өндірмейді Қазақстанда. Ал просто клейлеп жатсыздар ма? Түркиядан өндіреміз. Мыналардың бәрі Қалған жақсы өнімнің екен. бәрі Қазақстанда. Ішкі терлетін Қазақстанға шығады. Тараз екі осы. Кожалардың бәрі Шымкенттен. Ішкі кожа, астар кожаларын Шымкенттен. Мына қанша мысалы? 65 мың. Сондай-ақ еліміздің әр өңірінен ауыл аманаты жобасына қатысушылар Атбасар ауданының мәдениет үйінде бас қосты. Мұнда кәсіпкерлер өз өнімдерінің жобасын көрсетіп тәжірибе алмасты. Арасында қоқысты қайта өңдеп, қожалықтарға арналған су құбырын жасайтын жоба да бар. Ауыл аманаты жобасы аясында көптеген түсінік жұмыстар жүргізілді. Әріптестер білетін бар. Жалпы ауыл аманаты басталған кезде біздер бірнеше ауыл тұрғындарына түсінік жұмыстарын толықтай жүргіздік. Сол жоба аясында біздер 34 адам өтінім білдірді кредит алуға. Бүгін енді ауыл аманаты деп келіп отырмыз. Ауыл аманаты деген өзінің атынан да көрініп тұр ғой. Ауылдың аманаты. Ауылдың аманаты ол. Біз сол аманатқа бәріміз енді сай жұмыс істеуіміз керек. Осы ауыл аманатын жасаған кезде, барлық регионға шыққан кезімде мемлекет басшысы былай еді. Егер де банкке баратын болсаңдар, бәленбай процентке кредит аласыңдар. Бүгін міне қолдарына қаражатты бердік. 2,5%-пен халыққа жаңағы жеткізіп беру керек. Егер де соны ауыл әкімінен бастап, өкіметке шейін ауылдың әрбір азаматына жеткізіп, әрбір жаңағы отбасы өзінің табысын көтере алатын дәрежеге жететін болса, онда сендердің жұмыс істегендерің деп есептейміз. Егер де ауылдың азаматтары тағы да сол кредит іздеп, ана банктен мына банкке шауып жүретін болатын болса, олардың табысын көтере алмайтын жағдай келетін болса, онда барлықтан қолдарын көтеріңдер. Сондықтан қазір мен әр облысқа барған кезде бірінші кезекте ауыл әкімдерін, содан кейін аудан әкімдерін, содан кейін барып облыс әкімдеріне осы мәселені жеткізіп келе жатырмын. Былтыр өңірде ауыл аманаты бағдарламасы аясында 200-ге жуық азамат шағын несие алды. Оның басым бөлігі мал шаруашылығын дамытуға арналған жобаларға берілді. Соның арқасында 300-ге тарта жаңа жұмыс орны ашылды. Лаура Даулетбек, Василий Вережников, Көкше ақпарат.